Тоқаев мырзамыздың, біздің құрметті де аса қадірменді президентіміз орыс тілінде айтқан екен. Ешкімге қандай тілде сөйлеу керек екен, міндет, типа, не имеет права депті. Құқығы жоқ депті. Мені өлтіріп тастайсыңдар ма? Құқығың жоқ деп айтасыңдар ма? Білмеймін, я. Бірақ мен сол сөз менің дейтін қызыл лампочкамды жандырып, жыным қайнап, қаным қызып, бытышым шығып кетті кеше. Давайте мына нәрсеге оралайық бәріміз дейтін. Мен бар ғой сосын орыстарға айналайындар тиісіп атқан жоқпын мен. Мына орыстарың маған дейтін жабылмаңдар сендер. Мен орыстарға вообще ештеңе деген жоқ. Мен әкем орыс, если что, алло. Мысалы да, мен әкем орыс, шешем қазақ. Ол соған мен бүйтеді орыстар. Нацистка бірдеңе. Мен сорлы бар ғой, я өзім күйіп қалам. Мен ұлтқа бөлінген жоқпын алдыңғы видеолар. Мен айттым, қазақтар дедім, мәңгүрттер сорлы, қазақ тілінде сөйлесін дедім. Көп орыстар бар Қазақстанда, біздің өзіміздің орыстар, жандарем люблю. Солар қазақ тілінде сөйлейді. Біздің мәңгүрттерден күшті сөйлейді. Енді мына Тоқаев мырзаның темасына оралайық. Бұл тақырыпқа байланысты мен жалпы не айтам? Мен айтар сөзім жоқ, достар. Жынды оқығанбыз ба? Мен мынадан кейін президентке сенбейді екенмін, ренжімеңіздер. Қай бетімнен барып сенемін мен бұған ертең? Мысалы, сонда біздің қазақ тілі мүлде рөл ойнамайтын болып тұрма сонда? Басқа жақтан келгендер неге қазақ тілін үйренбейді екен? Россияны алайықшы, элементарно, Ресей, құрметті ресейліктер, айта қойшы маған, сендер Ресейде өз тілдерінде сөйлейсіңдер ма? Или басқа тілде сөйлейсіңдер ма? Орысша сөйлейсіңдер осыңдер. Енді неғып біздің мазғамызды тоңқайтып жатсыңдар? Дұрыс деп. Мына мәңгүрттер содан кейін мазғамды тоңқайтпаңдар, мен жыныма тимеңдер. Кезінде неменен құрметіне төбелесіп соғысты біздің ата-бабаларымыз. Не үшін? Сен сияқты мәңгүрттер дүниеге келсін деп па? Мына қанды іштіңдер сендер натуре. Үйде жатып ап, балаларыңды орысша мультик көрсетіп, орыс тілін үйретпе, ағылшынша көрсет, ағылшынша сөйлесін тым болмағанда. Орысшаны сөйлетіп, орыс тілін сөйлеп. Неменен құрметіне кеше алдында бізде қаншама жылдар бұрын ашаршылықты істеген солар ғой? Солардың тілінде мәз сөйлеушілерсіңдер. Мен ұлтқа бөлініп отқан жоқпын. Мен жай ғана айтып жатырмын, кішкене миларға кірсін деп, тупой миларға кірсін деп жатырмын. Қалайсыздар ағайын? Кеше ғана Магнумда болған жағдай қазақтың қандай әлсіз, қандай бір түрлі халық екенін тағы бір дәлелдеді. Бір қазақ екінші қазаққа барып, неге қазақша сөйлемейсің? Яғни неге екеумізде қазақ бола тұра, ана тілімізде сөйлемейсің деген үшін біреуі екіншісіне арыз жазды, екіншісін жұмыстан қуды, нәтижесінде быт-шыт хайвай болды, ақыр аяғында екеуі түк болмағандай бір-бірінің қолының қысты да, ары қарай ана курьер қазақ жұмысқа кетті, ана біреу арыз жазған қазақ ары қарай өмірін сүріп жатыр. Бірақ бұл қандай масқара ағайын. Біз елестетіп қараңызшы, не деген сондай халық болып кеткенбіз. Бір орыстың екінші орысқа сен неге орыс тілінде сөйлемейсің деген үшін арыз жазуын елестетіп көргіш. Бір орыс екінші орысқа келетті, почему ты не говоришь на русском языке деген үшін анау анаған арыз жазбайды. Немесе бір неміс келіп, екінші неміске сен неге неміс тілінде сөйлемейсің деген үшін олар бір-біріне арыз жазбайды. Білесіз бе, бір орыс келіп екінші орысқа неге сен орысша сөйлемейсің десе, ол алады да кешірім сұрайды. Кешірші, мен өзімнің тілімді дұрыс білмей тұрмын, бірақ үйреніп алам дейді. Неміс те сөйтіп айтады. Бір неміс екінші неміске келіп, неге немісше білмейсің десе, ол да сөйтіп айтады. Кешірші, мен бірақ білмей тұрмын деді. Бір шешен екінші шешенге неге шешен тілін білмейсің десе, ол анаған арыз жазбайды. Олар екеуі айту бір-бірінен кешірім сұрап, айту жағдайды түсіндіруге тырысады. Біз ғана қазақ бір-бірімізге жауымыз ғой. Бір қазақ екінші қазаққа неге қазақ тілінде сөйлемейсің деген үшін анаған арыз жазып жұмыстан шығарып жібердік. Ағайын, неге осындаймыз? Қашан ел боламыз? Мына түрімізбен ел болмақ тұрмақ, құрып кететін шығармыз. Ағайын. Қайырлы күн ағайын, қалдарыңыз қалай? Айтып жүрміз ғой, қазақ екі сөзді дұрыс пайдаланбайды. Бай және батыр. Біз ана қошқар көтерген, теке көтерген, түйе көтерген, болмаса рингқа шығып біреуді қадаған, татамиға шығып біреуді қадаған, біреуді ұрып құлатқандарды батыр дейміз да. Жаңағы өз дүниесін өзі қимайтын, нең құрмаса бір бақташ ұстай алмай, өз малының өзі соңында жүрген
өз дүниесінің өзі пайдаланбай қызығын көрмей соны құр дүниенің ғана құлы болып жүргендерді бай дейміз. Батыр деп ұлт үшін жар салған адамда бай деп халқына пайда істеген адамды айтады. Біздікілердің барлығы болса өре. Сондықтан да оны неге айтып жатырмын? Кезінде Мәдидің соңында халыққа танымал қазақтың Мәдиін ұры деді, жаңағы сондай атақ болды ғой. Неге? Өйткені Мәди Мұқтасым сияқты Алаштың ардақты азаматтары кезінде мынау қазақтың өзі байлары болған, ақиқат. Біздің керемет меценат болып Алашордашылардың қатты көмектескен. Бірақ көп сасық байлар жаңағы біздің бүгінгі күндегі өз дүниесін өзі ешкімге қимай, соның соңында өзі дүниенің құлы болып жүрген сорлылар сияқты ол жердегі кезде байлар болған. Құмға тығылып, тауға тығылып, сайға тығылып, малын алып қашып жүрген, отбасынан да малын артық көріп қашып жүргендер болды. Соларға барып Мәдиді былай ұстап алып, өл деп печень головасын жасап, жаңағы бізге салық керек, бюджет керек деп олардың жүріп тұруы, жаңа айқап, дала уәлаяты, қазақ газеті, сондай қаншама өздерінің шығарып жатқан педагогика, психология, қаншама дүниелеріне қаражат керек қой, оның бәрін кім береді? Салықтан жиналады, байлар қашып жүрсе қайтеді, сондайлардың барып малдарын тартып кеткеннен кейін артынан өзінше ұры деген атақ қалдырған ғой. Сол жаңағы ертеректе ұры деп атанған адамдар болған, бірақ солар елінеп ұры болса да пайда тигізген. Қазір мына сасық байларға қарағанда. Ал бүгінде де солай. Қазір біз белсенділер біреу ұсталса, соның адвокатын ақша таппаймыз. Енді өзіміздің жеке басымыздікін айтпай-ақ қояйық енді. Ол өзіміздің таңдаған жолымыз. Оған енді біз ешкімге ештеңе демейміз де, міндетсімейміз. Бірақ кейде елім деп жатқан соң елім қайда деп ойлайтының бар. Қамығасың, жабығасың сондай кезде. Міне жаңағы жабылып, ұсталып, түрмеде жатқандарға ас апарайық, ауқат апарайық деген кезде суырып шығатын да байлар жоқ. Өзі хабарласатын байлар жоқ. Тышқандарың хабарласаң телефонын көтере алмай, мынау ұлт мәселесі жөнінде телефон шалсаң да, телефонын бірдеңе сұрай кетсең дірілдеп көтере алмайтын сорлылар көп. Ондайларды боқтар дейді, дүниенің боқтың құлы дейді. Міне қазір бүгінгі біздің де қоғамның ілгерілемей жатқаны ұлттық буржуазия жоқ. Біздің жаңағы осындай белсенділерде жаңағы қадамдарыңда қандай істерің бар, осыны атқаратын, неден қиналып жатсыңдар деп қал сұрайтын адам жоқ. Бұлатын ойларың анау смотрящийларың, бір жүнгөттердің кафесіне смотрит вроде. Бірақ сол кафенің ішіне кірсең, қазақ тілінде мәзір жоқ. Сонда соларға айтасың, куда ты смотришь деп қайда қарап жүрсің деп. Сөйтсең олар жүнгөттердің қалтасына ғана қарап жүрген ғой.